Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жасалатын тағамымыз нан қуырдақ. Қойдың қабырғасы, нан, сәбіз, картоп, қызыл көк бұрыш, көк сарымсақ, пияз, помидор, зімбір істетіледі. Етімізге бір қасық крахмал, кішкене қасық тұз, 2 қасық дәмдендіргіш арағын қосып, араластырып, тұздап аламыз 10-15 минут. Қалған уақытта көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Қазандағы қайнаған суға етімізді салып, 2 минут қайнатып, көбігін алып, суын төгіп тастаймыз. Қазанға май құйып, көк пияздың ағы мен зімбірді салып, қуырып иісі шыққаннан кейін етімізді салып қуырамыз. Дәмдендіргіштерден салат жапырақ, 8 бұрыш, сары бұрыш саламыз. Еттің түсін қызарту үшін қолдан жасалған лазы жаң 1 қасық, томаттан 1 қасық, дәмдендіргіш арағынан 2 қасық құямыз. Устрица соғысынан 1 қасық, соя соғысынан 3 қасық, 1 қасық тұз, 1 қасық қант саламыз. Сәбізді салып қуырып, қайнаған суды ет бататындай құйып, баяу отта бұқтырып қайнатамыз.
Kartofumuzu salып pıskandan keyin piyaz, көк қызыл бұрышты салып 1 минут араластырып аламыз. Тамағымыз пісіп дайын болды. Қуырдағымызды нанның үстіне саламыз. Міне бұл нан қуырдақ. Астарыңыз дәмді болсын.